турникет. Так, бұрын мынау біздің зооветеринары факультетінің корпусы. Бұның оқу корпусының кіретін қоты. Енді бұрын межеден мынандай кіргізіп шығаратын турникет болған жоқ. Қазіргі заманның студенттері турникетпен кіргізеді, жерге карточкасын салады, кіреді. Мынада охрана отырады. Мынау біздің бағанағы лекция оқитын поточный оң жағымызда, лаборатория сол жағымызда, екінші этаж бұрын администратор, деканат болды, кафедра болды. Бүгінде соның бәрі қазір енді өзінің жұмысын жасап жатқан болу керек. Біздер екінші этажда тұрып, Рүстен декан болды. Осы жоғарыда тұрып, біздер мысалға экзамен тапсыра алмай қалып, направление алу үшін Рүстен факультет деканын күтетін. Сонда Рүстен есіктен кіріп келе жатқанда, дыбысы шыққанда біз екінші этаждан жан жаққа кетеді. Неге десең, көріп қалса, қайда жүрсің, тапсырған жоқсың ба, направление алдың ба деп, сол каждый баланы персонально білетін. Қазіргі уақытта қайдан біледі? Мұғалімдер каждый баланы солай білетін. Сол кездегі мұғалімдердің мықтылығы әрбір студенттің, әрбір курстың балдарын жатқа білетініне мен таңғаламын. Керемет. Мынау мінекей қазіргі қауіпсіздік шараларының өте керемет жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Енді студенттерге қазіргі жақсы оқу тілейміз. Керемет маман иесі болсын.